Сенің бір проектің атпай қалды. Өзіңді бишара сезініп отырсың. Неліктен бұл жерден нәтиже болмай қалды деп. Либо сенің өмірде бір мән берген соңғы жылдардың салған бір жұмысың бар. Ол жұмыс саған күткен нәтижеңді әкелмей жатыр. Ойлаған ақшаң, ожидание қойып қойған ақшаң болмай жатыр, иә? Любой проект болсын. Сол кезде осы мен айтқан сөзді мәңгі бақи өзің еске алып, өзіңе шегелеп таста. Жанбота, представь, 100 жыл өтті. 100 жыл өтіп кетті. Сенің сүйегің қурап өмірде сен жаңағы осындай адам бар екенін сенің балаларың да немерелерің де бәлкім ұмытты. Сені ешкім есіңе алмайды. Енді сен ойлашы, сен сүйегің қурап кетті, сен жоқсың мына әлемде, жоқсың. Енді сен осы позицияда тұр да өзіңнің пәленбай жыл бұрын проекттің атпай қалғанына, сол моментте жылағаныңа, соны өмірдің мәніне айналдырғаныңа зер салсаң, ол саған не істейді? Түк ешқандай мағынасы жоқ, мәнсіз дүние болып көрінеді. Біз өзіміздің өмірімізді өте көп мәнсізге, мағынасызға, өте көп жаңағы дүниелерге назарымызды аудару арқылы өзіміздің бақытсыздығымызды одан әрі кие береміз. Өмірде әсіресе ең қиыны нәтижеге байланып қалу болып табылады. Яғни қаншалықты сен результатқа байланған сайын, ожидание қойған сайын, соған бір өзіңді дірілдеткен сайын ол сенен не істейді? Результат қаша береді. Ана американский астронавт бар ғой, сол неге шыққан кезде дейді, астронавт галактикаға шыққан ғой, сол кезде шыққан кезде жаңағы космостан әлемге қараған кезде өмірде біздің дүниедегі жылап жүрген нәрселеріміз, қиналып жүрген нәрселеріміз түк емес екен ұқтым дейді. Осы түсінікке қарада ойлаш, мынау дәу жер планетасы бар, сол планетада 8 миллиард адам бар, соның ішінде сен барсың, сен өзің кішкентай жай песчинкасың, өзіңнен дәу қылып өміріңде мағына жоқ проблеманы ұлғайтып алып, соны арқалап келе жатсың. Осыны терең түсінген кезде ғана сенің өмірге деген көзқарасың түбегейлі өзгереді, и наоборот керісінше әр сәттің сөлін ала бастайсың.